Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, менің жақсыларым, сіздерден артық жақсы адам жоқ, естеріңізде болсын. Ал енді бүгін медицина студенттеріне ақыл кеңес атты видео түсірейін деп отырмын. Себебі медицина өте қиын да, қызықты жол. Бұл жолда жетістікке жету үшін шыдам керек. Себебі медицина жолы өте ұзақ, білесіздер. Бірінші бакалавр бітіру керек 5 жыл, одан кейін интернатура бітіру керек. Егер жеке немесе нефролог, хирург, нейрохирург болуларыңыз келсе, тағы 2, 3, 4 жыл қосып оқу керек. Жалпы 10, 11, 12 жыл уақыттарыңыз кетеді. Сонымен қатар бұл жолда әртүрлі қиыншылықтар болады. Әсіресе мектеп бітіріп келгеннен кейін адаптация кезінде сіздерде депрессия да пайда болуы мүмкін. Сондықтан өздеріңізге бекем болып, көп, психологиялық өздеріңізді дайындап келген дұрыс. Тағы бір өмірді жеңілдететін нәрсе, біздің өмірімізден біздің энергиямызды қатты алатын нәрсе. Әсіресе адам 17-18 жас кезінде біз көп энергия жоғалтамыз. Біреулер мен туралы не ойлайды екен, мен туралы қазір не деп ойлады, не деп айтты, мен қалай киініп тұр деп ойлады, мен қалай сөйледім, және тағы басқа. Осындай ойлар адамның көп энергиясын алады және көп уақытын алады. Осындай ойлармен өздеріңізді мазаламау үшін сіздерге бір шындықты айтайын: адамдар ешқашан сізді ойламайды. Әр адам өзін ойлайды. Сізді ойлайтын сіздің отбасыңыз ғана, ата-анаңыз, туған-туыс бауырларыңыз да. Только осы кісілер. Сондықтан осындай нәрселерді ойлап, көп энергияңызды жоғалтпаңыз. Тағы айтып өтетін жағдай, медицина университетінде егер сабақтан қалсаңыз, сол сабақты отработка жасау өте қиын болады. Себебі сабақтар қиын, кей кезде мұғалімдердің уақыты болмайды. Сондықтан сіз мысалы басқа бір больницада болатын болса, өзіңіздің жатақханаңыздан больницаға баруға тура келеді. Отработка тапсыру өте қиын. Біз мысалы бірінші курс бастаған кезде біздің мұғалімдер айтатын: сабақтан қалуға, егер сабақтан қалсаңыздар, оған бірақ себеп болуы мүмкін. Ол только адамның өлімі дейді. И то ол туралы сіздер хабарлауыңыз керек деп, осындай қалжыңдайды. Сондықтан неге олай айтады? Себебі біз ауырып тұрсақ та, қандай жағдай қатты ауырып, не болып тұрса да, біз сабақтан қалмауға тырысатынбыз. Сабақтан қалсаңыз, отработкасы өте қиын. Сондықтан ешқашан сабақтан қалмаймыз, достар. Бұл жөнінде айтып өттім. Енді тағы бір айтып өтетін жағдай, медицина студенттері қазірден бастап ағылшын тілін дамытыңыздар. Ағылшын тілі егер білсеңіздер, сіздердің алдыңызда өте көп, үлкен жол ашады, карьераңызға жол ашады, үлкен мүмкіндіктер ашады. Мысалы, сіз айтасыз неге деп. Егер сіз ағылшын тілін білсеңіз, шетелге практикаға тегін мемлекет жіберуі мүмкін. Студент кезіңізде басқа университеттерге, яғни академический мобильность деген нәрсе бар. Сол нәрсемен сізді Еуропадағы медициналық университеттерге, Кореяға, Америкаға, егер университеттің келісім шарты болса, сол университеттерге жібереді. Көбінесе мен ол туралы білген жоқпын, сондықтан мен уақытымды жоғалтып алдым. Ағылшын тілін былай енді мектепте оқып жүрдік қой, бірақ ондай деңгейде емес. Былай профессионалды түрде беріліп оқуды мен осы университет бітіргеннен кейін бастадым. Сондықтан уақыт жоғалтып алдым. Сол сіздер уақыт жоғалтпасын деп осындай ақыл кеңес айтып отырмын. Сосын кейін егер сіздер дәрігер болсаңыздар, хирург, нейрохирург, кардиолог, нефролог, эндокринолог және тағы басқа дәрігер болсаңыздар, егер сіз больницада жұмыс істейтін болсаңыздар да, мысалы үлкен қалаларда, ол больницаларда мысалы шетелге практикаға жіберу мүмкіндіктері болуы мүмкін. Сол кезде отделкада да
сіздің жеке іс парағыңызды ашып қарайды, кім ағылшын тілін біледі, сол кісілерді жібереді. Және егер мүмкіндік болса, IELTS, TOEFL, Duolingo сертификаттарын сіздер алғандарыңыз дұрыс. Бірінші курстан бастап әрекет жасаңыздар. Және тағы айтып өтетін жағдай, ағылшын тілі туралы айттым. Қазір енді біз айтамыз, қалай мысалы пәндерден, яғни қалай біз пәндерден жоғары тапсыруға болады. Бірінші сіз өзіңізге күнделік арнауыңыз керек, яғни тайм менеджмент, өз уақытыңызды үнемді түрде қолдануыңыз керек. Күнделікте сіздің мысалы 5 күн оқимыз ғой, 5 күнде мысалы қандай сабақтар бар, бәрін толық жазуыңыз керек, қай жерде, қайда болады, кешікпеу үшін да. И сосын осы жағынан сіз жұмыс істеуіңіз керек. Одан кейін әр пәнде бізде силлабус деген нәрсе болады. Оны сіздің адвайзер деген, яғни мектепте сынып жетекші дейді, университетте сонда адвайзер деген кісі болады. Бірақ ол сіздерге толық не істемейді, но ақыл кеңес ретінде, поддержка ретінде сіздерге жол көрсетіп отыратын кісі болады. Осы адвайзердан сұрасаңыз болады, қалай алуға болады. Немесе әр пәнді беретін адамнан, мысалы егер пән мұғалімінен сіз сұрауыңыз мүмкін, силлабусты алуға болады ма деп. Силлабуста сіздерде лекциядан қандай тақырыптар, практикалық сабақтарда қандай тақырыптар, студенттің өзіндік жұмысы қандай тақырыптар, бәрі сода жазулы тұрады план бойынша. Осы силлабусты алып, силлабус бойынша жұмыс жасасаңыз болады. Ешқашан, яғни лекция, практикалық сабақтардан қалмаңыз және кешікпеңіздер. Мұның бәрі менің өзімнің өмірімде болған, яғни әртүрлі тәжірибемнен қорыта келе мен сіздерге айтып жатырмын, көмек болсын деп. Тағы айтып өтетін жағдай, яғни уақытылы ұйықтауды әдет қылыңыз. Егер сіз уақытылы ұйықтамасаңыз, сізде, яғни таңертең тұруыңыз қиын болады, сабақтан кешігу проблемалары және тағы басқа болу керек. Яғни тағы айтып өтетін жағдай, мынаны әдетке қалыптастыру керек. Бүгінгі нәрсені ертеңге қалдырмау. Бүгін сізде сабақ болды ма, бүгін лекция болды ма, сол лекцияны бүгін жазып тастау керек, ертеңге қалдырмаңыз. Себебі бір сабақтың үстіне екінші сабақ, студенттік өзіндік жұмысы бәрі жиналып, үлкен, яғни жасайтын жұмыстарыңыз көбейіп кеткен кезде сізде, яғни эмоциональды күйу, студенттің эмоциональды выгорание дейді, эмоциональное выгорание студента, яғни студенттің эмоциональды күйу болуы мүмкін. Сондықтан ешқашан, мысалы, бүгін жасайтын нәрсені ертеңге қалдырмаңыз. Бүгін жасайтын нәрсені бүгін жасап тастаңыз. Осы. Сосын тағы айтып өтетін жағдай, егер сіз бір сабақтардан қиналатын болсаңыз, сіз сол сабақтан кім жақсы оқиды, группада қарайсыз, сол кісіні алып, сол кісімен бірге жүресіз. Бірге шай ішесіздер, бірге сабаққа барасыздар, кітапханаға барасыздар. Сол кісінің, яғни білімін, қандай да бір ой түюлерін әңгімелесу арқылы, бірге жүру арқылы содан перенимайте. Сондықтан, егер сіз адамдармен жақсы тіл табыса білсеңіздер, бұл өте жақсы адамда skills, қалай болады, навыки, да? Skills болады. Тағы айтып өтетін жағдай. Сіздер қазір бірінші курс болсаңыздар, екінші, үшінші, төртінші курс болсаңыздар, мені мұқият тыңдаңыздар. Отбасы банкіне сіздер шот ашуларыңыз керек. Себебі қараңыздар қандай проблема. Біз енді 7 жыл оқимыз да, кейбір кісілерде ата-аналар көмектесе жақсы, кейбір кісілер жұмыс істейді. Ол сіздің тапқан ақшаңыз студент кезіңізде өзіңізден артылмайды. Тамағыңыз бар, шайыңыз бар. Егер стипендия алсаңыздар өте жақсы. Қазір 58 мың алады, медициналық. Сіздің стипендияларыңыз өте жақсы. Мен 2009-да түскен кезде 9 мың теңге алатын стипендия.
сол сондықтан қазірден бастап бірінші курстан бастап отбасы банкінен счет ашып, яғни счет ашып қойыңыздар, хотя бы уақыты өте берсін, иә. Мысалы отбасы банкте өте маңызды қанша жыл бұл ашылған счет. Сондықтан мысалы 3 жылдан ашса, сіз төмен процентте үй ала аласыз. 7-ші курсты бітірген кезде сіз мысалы айтайық 18-де, яғни бірінші курсқа түссеңіздер, 7-ші курс бітірген кездеріңізде сіз 25-те боласыздар, иә. Ойлаңыз, студентсіз, жұмыс істейінді бастап атсыз, үйіңіз жоқ, яғни үй қымбат, иә. Сіз бастапқы жас маманның жалақысымен үй ала алмайсыздар. Сондықтан қазірден бастап өзіңіздің финанс жағынан біліміңізді жетілдіріңіздер. Мысалы, мен ол туралы өте қиналдым. Оның бәрін, яғни басым тасқа тиіп, содан кейін, яғни бәрін өзімді бастан кешіп, сосын қорытындыға келіп, ал мен сіздердің уақыттарыңызды экономдағым келеді. Себебі мен медицина студенттерін өте жақсы көремін, өзім медицина университетінде сабақ беремін. Сондықтан сіздерге тек жақсылық тілеймін, қиналғандарыңызды қаламаймын, күшті жетістіктерге жетіңіздер. Себебі сіздер Қазақстанның болашағысыздар. Яғни медицина салатын көтересіздер, қатты өзгерістер алып келетін. Яғни сіздер осы біздің медицинамыздың болашағысыздар. Сондықтан сіздерде бәрі жақсы болған қалаймын. Сосын егер сіздерде уақыттарыңыз болса, қандай да бір өнерлеріңіз болса, көптеген жарыстарға қатынасыңыздар, өздеріңізді белсенділік жағынан көрсетіңіздер. Қандай да бір яғни ғылыми жарыстар болады, сондайға қатынасыңыздар. Сосын қазіргі таңда әртүрлі ғылыми жарыстар болып отырады. Мысалы, кейбір ғалымдар өзінің стипендияларын береді. Сондай жарыстарға қатынасу арқылы кейбір студенттер яғни ақша ұтып алады, мысалы, өзінің стипендиясын алып отырады, және тағы басқа сондай қосымша стипендияларды ұтып, ай сайын 100 000 теңге солай алып отырады. Сондықтан белсенді болыңыздар, деканаттағы кісілермен жақсы қарым-қатынаста болыңыздар, жаңалықтарды біліп отыруға тырысыңыздар. Осындай сіздерге берер кеңесім осындай. Егер сұрақтарыңыз болса, жазып кетіңіздер, және сіздерге қандай қиыншылықтар кездеседі, сол туралы жазып кетіңіздер. Маған өте қызық болады. Сіздердің ойларыңыз өте маңызды мен үшін. Ал егер мен айтқан ақыл кеңестер ұнаған болса, осы видеоға лайк басыңыздар. Және келесі видеоларда кездесу үшін менің каналыма жазылыңыздар. Сау саламат болыңыздар. Сіздермен болған Бегім Талапқызы.